Жаңа, керемет, көрнекті американдық ғылыми-фантастикалық экшнға толы кино. 2017 жылғы «Планета обезьян. Война» фильмінің жалғасы және қайта іске қосылған «Планета обезьян» франшизасының 4-ші бөлімі. Негізінде «Планета обезьян» киносының бірінші бөлімі 56 жыл бұрын шыққан, яғни 1968 жылы. Содан кейін сиквел, триквел, квадриквел және 5-ші бөлімі шықты. 6-шы фильм Тим Бёртонның режиссерлығымен 2001 жылы ремейк болып шықты. Ал 2011 жылы басты рөлде Джеймс Франкомен «Планета обезьян» франшизасы қайта іске қосылды, яғни перезапуск басталды. Дәл осы фильмде біз алғаш рет маймылдардың жетекшісі Цезарьмен танысқан едік. Киноның аты «Восстание планета обезьян». Одан кейін сиквел, триквел және квадриквел шықты. Ол «Планета обезьян. Новое царство». Түсірілімге жалпы $165 миллион кетті, ақш-та 171 миллион, басқа елдерден $226 миллион табыс тапты. Осылайша табысы $392 миллион. Бұл алдыңғы сериялармен салыстырғанда ең төменгі көрсеткіш. Ал ең көп табыс тапқан бөлімі «Планета обезьян. Революция» еді. Киноны түсірген Chernin Entertainment, Oddball Entertainment және Shinebone Productions, ал таратушы 20th Century Studios. Басты рөлдерде Оуэн Тик, Фрея Аллен, Кевин Дюрант, Питер Макон, Уильям Мейси. Режиссері «Бегущий в лабиринте» трилогиясына және бірнеше қысқаметражды мультфильмдерге режиссерлық еткен Уэс Болл. Сценарий авторлары Джош Фридман және Патрик Эйсон. Сценарий авторларына Пьер Бульді қосып қойыпты. Ол кім екенін білесіздер ме? Қазір қызық болады. Пьер Буль бұл француз жазушысы, «Планета обезьян» романының авторы, яғни бұл роман ғылыми-фантастикалық әлеуметтік сатира болып табылады және 3 бөлімнен тұрады. Дәл осы 1963 жылғы шыққан шығарма барлық «Планета обезьян» фильмдерінің шығуына себеп және негіз болды. Сондықтан ол кісіні сценаристер тізіміне қосқаны дұрыс. Бірақ киноның титрында көрсетілмеген. Өндірістің басы да ұзақ уақыт алды, бірнеше рет режиссерлер ауысты және сценарийлерде ешкімге ұнамады. Оның үстіне пандемия оңай емес жұмысты одан әрі қиындатты. Соның кесірінен Болл мен Фридман Zoom программасы арқылы видео байланыспен сценарий жазуға мәжбүр болды. Сөйтіп 2022 жылдың қазанында түсірілім процесі Disney Studios Australia студиясында басталды. Фильм «Запретная зона» деген уақытша атқа ие болды және Сиднейде Австралия үкіметінің қаржылық қолдауымен 2023 жылдың 15 ақпанында аяқталды. Оқиға ерекше басталады. «Планета обезьян. Война» киносынан кейін 300 жыл өткеннен кейінгі жағдайды көрсетеді. Цезарь қайтыс болғаннан кейін көптеген ұрпақтар өткен соң маймылдар бірнеше рулар құрды, ал адамдар жабайы болды, немесе көбісі өліп қалды. Басты рөлде Ноа деген шимпанзе кәмілекет толу рәсіміне Аная және Суна деген достарымен тау-тастан бүркіттің жұмыртқаларын іздейді. Алайда жабайы адам Ноамен бірге үйіне еріп келіп, қашайын деп жатқан кезде кездейсоқ жұмыртқаны жарып алады. Содан кейін Ноа басқа жұмыртқа алып келуге мәжбүр болады. Сөйтіп ол атына мініп жолға шығады. Атынан түсіп жұмыртқа іздеп жүргенде электр қаруын қолданатын рейдерлік маймылдар тобын көреді. Бірақ Ноа тығылып қарап тұрады. Сол кезде олар Ноаның жылқысының қашып бара жатқанын көріп, артынан шабады. Ноа өзін кінәлі сезініп үйіне асығып жүгіріп жеткенде ауылының өртеніп жатқанын көреді. Рейдерлердің жетекшісі Горилла Сильва Ноаның әкесін өлтіреді. Ноа есінен танып қалады. Оянғаннан кейін әкесін жерлейді және өзінің руластарын құтқаруға жолға шығады. Себебі анасы және басқа ру мүшелерін ұрлап кеткен. Жолда орангутанг, Рака және Нова деген қыз кездеседі, бірақ ол қыз сөйлей алады екен және оның аты Мэй екен. Мэй Ноаның руластары жағалаудағы елді мекенге алып кеткенін айтады. Бұл жағалауда оларды өзін маймыл атаулының патшасы санайтын басты антагонист күтіп тұр. Ол Проксимус Цезарь. Проксимустың басты мақсаты адамдар жасап кеткен үлкен бункерді ашып, ішіндегі қару-жарақ және технологияларды әрі қарай
бүкіл әлемді жаулап алу үшін қолдану. Қысқасы, Ноа Проксиманы өлтіреді, ал Мэй шифрды шешудің кілтін басқа бункерде тығылып отырған адамдарға жеткізеді. Себебі Мэй әкелген құрылғы спутник арқылы бүкіл адаммен байланысқа шығуға мүмкіндік берді. Уэстбол бұл лентаны түсіру барысында табиғи түсірілімдерге екпін қойып түсіргенін және толықтай компьютерлік графиканы қолданғанын айтты. Яғни табиғат шынымен түсірілген, ал маймылдар компьютерлік графикамен. Және де Уэстбол Планета обезьян Новое царствоны Джеймс Кэмеронның Аватар киносымен компьютерлік графикасын салыстырып, Аватар Путь воды киносының методикасын қолданғанын жасырмады. Себебі өзен жанындағы адамдарға аңшылық болған сахнада маймылдардың компьютерлік моделіне сумен байланысу кезіндегі шынайы көрініс беру үшін. Шынымен маймылдар өте шынайы және әдемі түсірілген. Мен кейде шын маймыл деп қалам. Бір жағынан өз көзіңе сене алмайсың, расымен маймыл ма, компьютерлік графика ма, әлде мультфильм ба деп. Шынымен өте сапалы мультфильм ба деп қалдым. Бірақ қосалқы рөлдегі қыз шыққанда кино екенін түсіндім. Осы мейді сюжетке алып тастаса да көп нәрсе өзгермейтін секілді. Жай бұл мультфильм емес, кино екенін көрсету үшін рөл берген-ау режиссерлер. Киноның соңында бір флешка сияқты бір затты адамдарға береді, болды. Неге? Адамдар қайтадан өркениеттілігі айналайын деп жатыр ма не? Олай емес қой. Адамзаттың барлығы өліп немесе ақымақ болып қалмай ма? Осы серияның барлығы 1968 жылы шыққан киноға бара жатқан жоқ па? Шынымен достар, байқасаңыздар, осы бөлімі 68 жылы шыққан киноға қатты ұқсап кетеді. Себебі бірнеше сахна бар. Адамдарды аулайтын жері, жағалаудағы сахна, Ноа, Мэй және орангутанг көпірден өткен жерлері, горилланың атқа отырғандары. Бұл ұқсастықтарды көбі актерлер, сыншылар атап өткен. IMDb бойынша 6.9 рейтингке, ал Кинопоиск бойынша 6.7. Осы перезапустың ішінде 3 кинода, Кинопоискта да, IMDb'да да 7-ден жоғары балл алды. Бірақ осы соңғы 4-ші фильм 6.7 рейтингтен аспайды. Неге? Бірінші серия 1 сағат 45 минут, екінші серия 2 сағат 11 минут, үшінші серия 2 сағат 20 минут, төртінші серия 2 сағат 25 минут. Байқасаңыздар, әр жаңа кино шыққан сайын минимум 10-15 минут қосылып жатыр. Осының әсерінен болар рейтингі азайып жатыр. Бұл кино Фуриоса, Хроники безумного Макса және Гарфилд кино фильмдермен бәсекелеспес үшін 2 аптаға ерте шықты. Фильмнің басы және аяғы экшенге және әдемі табиғатқа толы, бірақ ортасында ішің пысып, қызық болмай кететін жерлері бар. Бұның алдындағы сериясында да осындай еді. Өндіріс кезіндегі 1 жылға таяу уақытта әсер еткен болу керек. Фильмнің ең басты минусы сюжетінде. Басты рөлдегі маймылдың ғана мотивациясы бар, ал глобалды алып қарағанда басқа персонаждармен және басқа антагонисттің фонында ол көрінбей қалды. Жоқ, басы әдемі басталды. Үшеуі аңшылықта, табиғатта жүрді. Бірақ соңында барлық назарды бір маймылға беріп қойды. Егер үшеуі бірін-бірі құтқарып, көмектесіп, немесе шпион болып аңдып жүргенде қызық болар ма еді. Тағы да бір минусы басты жауыздың онша еместігі. Нақтырақ айтқанда ол өзін аша алмады. Мотивациясы бұл жерде қатты керек емес сияқты. Ал плюсы графикасында. Маймылдар көзің сенбес әдемі шынайы түсірілген. Соңында қарапайым сюжеті бар, керемет графикаға толы, бірақ аяқталмаған оқиғаны көрдік. Бәлкім мәселе осында шығар, кино аяқталмаған. Осы лента трилогияның басы дейді режиссер. Онда қалған 2 киноны күтеміз, және бұдан да қызық және экшенге толы болады деп үміттенеміз. Әлі көп жалғасы болады, себебі кинокомпанияларға ақша табу керек, ал көрермендер үшін бұндай аяқталмаған финалмен керемет франшизаны бітіру ол дұрыс емес.